Саламатсыздар ма қала тұрғындары? Бүгін мекеменің АТС Рефайнер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мұнайды қабылдау және қайта өңдеу жөніндегі мұнай өңдеу зауытына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша өткізілетін қоғамдық тыңдаудың бағдарламасымен сіздерді таныстырып жіберемін. 15:00-15:10 жергілікті атқарушы орган өкілінің кіріспе сөзі: қоғамдық тыңдау хатшысын сайлау, баяндамашыны тыңдау, сұрақтар мен жауаптар, пікір алмасу, қоғамдық тыңдау хаттамасын қабылдау. Регламенті. Осы регламентке келісесіздер ме? Дауысқа салып жіберейік. Қолдарыңызды көтеріп қойсаңыздар. Жақсы. Енді хатшыны сайласақ. Хатшы өзінің достан Мұрат Тахтан сайлауы жобалаушы мекеме. Келіссеңіздер дауысқа салып жіберейік. Қолдарыңызды көтеріп алыңыздар. Саламатсыздар ма? Қазір. Саламатсыздар ма? Қоғамдық қатысушылар, бүгінгі айтып кеткендей АТС Рефайнер жауапкершілігінің серіктестігі үшін мұнай қабылдау және қайта өңдеу жөніндегі мұнай өңдеу зауытына ықтимал әсер туралы есеп қарастырылады. Жалпы өзінің оператор объектінің өзі аты айтқандай АТС Рефайнер деген мекеме жобалау әзірлеген Экопроджект Компани деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік, яғни өзім Мұрат Тахтан болады. Негізі компанияның негізі қызметі бензин фракциясын, нафта деген дизельді отынды газ мұнай фракцияларымен және мазут алу үшін мұнай қабылдауға және өндіруге қатысты. Өздеріңіз көргендей, орналасу орны бізде М5 жем қаласында. Ең жақын орналасқан біздің зауыттың орналасуымыз білем, осы жерде шоғырланған өздеріңіз білетіндей территориясы өткен. Ең жақын тұрғын үй осы зауыттан 650 метр қашықтықта орналасқан. Зауыттың жалпы өзінің санитарлық қорғау аймағы бар. Заң жүзінде КРДС-ні 2-ге жүгінсек, санитарлық қорғау аймағымыз бізде 300 метр. Ал бізде жаңа өзіміз экология тұрғыда жоба жасаған кезде әсер ету аумағын қарастырдық осы мекеменің. Осы мекеменің әсер ету аумағы жалпы 500 метр, яғни тұрғын үйға ондай қатты әсер жеткізбейтінін дәлелдедік. Жалпы жобаға қоғамдық біздің келуіміз себебі ең біріншіден осы мекеме бізде газ өңдейтін ұйым бар. Сол газ өңдейтін бұрында маймен жасады. Өзіңіз білесіз, мазутпен жұмыс істеді. Одан қатты иістер болды, шағымдар болды. Және қазір жаңадан келген мекеме АТС Рефайнер. Сол газ өңдейтіндерін мазуттан газға ауыстырды. Сол жоба арқылы біз осыған келіп жатырмыз. Яғни біздер кореялық 4 газовый горелка пештерін ауыстырдық. Сол бойынша жаңағы баяндамамыз жалғастырып кетсек, негізгі ластаушы заттар көздері тоқталсақ, біздің негізгі ластаушы заттар көздері ол қазіргі жағдайда 66 ластаушы көз анықталған. Соның ішінде 42 ұйымдасқан, 24-і ұйымдаспаған. Ластаушы көздерінің атмосфералық ауаға бөлінетін ластаушы заттардың шығарындыларын анықтау есебі бөлек файлға келтірілген. Яғни бұны қарасақ, ластаушы заттар осы проектісі
жатқандай осы ортағы нүктеде осы мекеменің жаңағы негізгі көздері бар, жаңағы ылғал пештері бар, сосын жаңағы қазандықтар бар, котельный дейді ғой. Сол резервуарлары бар, сосын сақтау қоймалары бар. Осының бәрін жобалардың бәрін салып, жаңағы нагрузкелерін бәрін салып, біздер расчет жасадық. Жалпы 2025 және 2034 жылдарға арналған атмосфералық ауаға жалпы көлемін анықтадық. Жылына 956 тонна шығарынды ластаушы заттар осы зауыттан бөлінеді. Жалпы көздерге тоқталып кетсек, яғни мына алдыңғы схемада көрсетілгендей бізде дизель генераторлар бар, сосын қазандықтар бар, мұнай қондырғылар, техникалық ас бөліктер бар, дренажды сыйымдылықтар бар, мұнай қабылдауыштар бар, сосын зертханамыз бар, РВС-теріміз бар, мұнай сақтайтын, мұнайдан шыққан өнімді сақтайтын, яғни біздің өзіміздің құрылғының бәрі бар. Жалпы мына тізімі, содан кейін біздер әрбір мекемеде, әрбір үйде де бізде қалдықтар пайда болады. Қалдықтарға тоқтасақ, бізде жалпы қауіпті қалдықтар және қауіпсіз қалдықтар деп екіге бөлінеді. Біздің мекемемізде көретіндей қатты қалдықтар, тұрмыстық қалдықтар, ТБО дейміз. Ол бізде қауіпсіз қалдықтарға жатады. Жылына 10 тонна деп есептедік. Құрылыс қалдықтары біздер 100 тонна есептедік. Яғни ол болуы мүмкін емес. Жалпы талап сондай қойып қойдық. Сосын металлолом 52 тонна, шыны қалдығы 1,66 тонна, 65 тонна. Яғни одан кейін бізде қауіпті қалдықтар деген бар. Қауіпті қалдықтарға, яғни маймен араласқан бүкіл қалдықтар жатады, яғни мазутталған топырақ, шламдар, май ауыстыру кезінде шыққан майлар, сосын майды фильтрлер машиналардың, сосын майланған шөбелектер, осының бәрі бізге қауіпті қалдықтарға жатады. Жалпы бәрі санаған кезде бізде жылына 210 тонна қауіпті қалдықтар, қауіпті және қауіпсіз қалдықтар пайда болады. Осы қалдықтарды біздер арнайы мердігер мекемелерге тапсырамыз. Яғни қауіпті қалдықтарда біздер лицензиясы бар мекемелерге тапсыруға тиіспіз. Сол жұмыстарды біздер осы өзіміздің жобамызда көрсеттік. Одан кейін бізде мұнайдан қалатын сулар бар. Ол суларда жалпы өзімізде су тазалығы құрылғы жоқ. Сол себептен біздер оны басқа мердігер мекемелерге тапсыратын боламыз. Яғни заводтың көлемі ондай қатты үлкен болмағандықтан жалпы біздер басқа мекемелерге тапсырғанымыз тиімді болып саналады. Жалпы баяндамамыз осы, сұрақтарыңыз болса. Сұрақтарыңыз болса қойып жіберіңіздер. Осы мекеме қандай көмек бере алады Жем қаласына? Ассалаумағалейкум. Біздер көмек Жем қаласына акиматтың сұраған көмегін беріп отыр. Священникалық бөлімге береміз ғой көмегімізді.
сен сұрап біздер көмек береміз. істеріңізге сәттілік. Жаңа айтып жатыр ғой, жұмыс істемесін біз қаламызда болмасын. Біз осындай мекемелерде жұмыс жасаймыз, бірақ біздерде көбіне мысалы аула болып барады, балалармен көп үйірмелерге қатысады, ата-ананың жағдайы келмей костюмдермен, киімдермен деген сияқты көмек бере аласыздар ма? Спонсор ретінде. Көмек береміз. Осы ауылда ата есебінен де көмек береміз. Басшылармен сөйлесіп. Завод салайын деп жатсыңдар, жұмысшылар аласыңдар ма? Алуаты қанша болды? Үй болады, не болатынын сұрады. Ремонт жасалып отыр. Дальнейший завод іске қосылып кетсе, сол документ дайындап отырып алынады негізі. Местный адамдарды аламыз жұмысқа. Бірінші очередь местный адамдар. Нефтяной газовый центр болады деген. Газ нефть бар ол жақта. Соны американцы, корейцы жерлес нетеді завод салып көркейіп істеген. Осыған қуанып жатырмын, бастықтары өзіңіз білесіз ғой, завод жылы салынды. 2010 жылға дейін дұрыс кәдімгідей жасап көйлеп тұрған завод кезіндегі 2019 шамаларда жағдайлары нашар болып, олар банкротство ұшырап, осы бір 2-3 жылдықта IT-серифайны өзі сатып алды. Жалпы енді заводтың өзінде де бір саналы ақаулар болды. Сол ақаулар бойынша біздер жаңа жоба жасадық. Сол заводты дұрыстап, ертең бұйырса біз қазіргі таңда біздің құжатымыз Министерство экологияда жатыр, комитет экологияда. Сол үшін заң жүзінде біз осындай келіп сізге түсіндіру керекпіз. Яғни біздер осы заводта қандай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Сол атқарған жұмыстарымызды сізге жариялап беріп, өзіңіз жағынан қандай сұрақтарыңыз мүмкін, өзіңіз тағы да бір ұсыныстарыңыз бар болуы мүмкін, ондай моменттер болуы мүмкін. Соны дұрыстап ондай нетпей, кәдімгі өзіңіз ұсыныстар берсеңіз де болады, соны біздер хаттама болады, сол хаттамаға бәрі жазамыз. Сол хаттамаға жауап түрде өзіңіз береміз. Сосын осының бәрін хаттаманы жинап, біз ертең комитетке жеткіземіз. Видео жүргізіліп жатыр, аудио, видео запись жүргізіліп жатыр, соның бәрін біз тапсырамыз. Сол сіздің айтқан заттарыңыз сол аяққа барып, сол жобаға қатысты болса, сол жобаға біздер соны енгіземіз. Сол жалпы осы бастапқы кеттіңіз. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да?